Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода жүрек ауруларының емі жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Жүрек бұл біздің ағзамыздағы ең негізгі бұлшық ет. Жүректің маңыздылығы жүрек барлық ағзаға қанды айдап, айналдырып тұрады. Ал қан біздің ағзамыздағы негізгі қоректік зат болып табылады. Қан дұрыс бармаса, демек ол ағзаның жұмысы да әлсірей береді. Ал енді жүрек ауруларының алдын алу үшін қарапайым бірнеше іс-әрекеттер бар. Оларды айтып өтетін болсақ, біріншіден, зиянды әрекеттерді тастау. Ол темекі, алкогольді сусындар, энергетиктер, газдалған сусындар және де сол сияқты тағы да басқа заттар болуы мүмкін. Олардың барлығы жүрекке теріс әсер етіп, жүректі қинай береді. Екіншіден, күнделікті жаттығулар. Әрине оған спорт залға, йогаға барып жасамаса да қарапайым үйде 15 минуттық жаттығулар жасауыңыз қажет. Бұлшықеттердің қозғалысы бұл жүрек ауруларының алдын алуға өте жақсы көмектеседі. Үшіншіден, стресс. Стресске көп түсе бермеу. Жалпы стресс бұл жүрек ауруына үлкен себеп болып табылады. Адам стресске түсіп уайымдаған сайын тамырлар тарыла береді, нәтижесінде қан қысымы көтеріліп, жүректің сол жақ қарыншасын ұлғайтады. Одан кейін ол жаққа қан келуі нашарлап, одан сайын жүрек ауруларының пайда болуына себеп болады. Төртіншіден, дәрілерді уақытылы ішу. Егер қандай да бір дәрілерді давленияға, диабетке қарсы ішетін болсақ, онда оны тоқтатпай ішуіңіз керек. Давленияны емдедім, енді дәрі ішудің қажеті жоқ деп, дәріні тастап кетуге болмайды. Міне осындай қарапайым ғана жолдар жүрек ауруларының алдын алуға өте жақсы көмектеседі.